Саламатсыздар ма? Мына теплица неге керек? Клубникаға деген мынау ғой. Күз болды, міне уже октябрь, түн 5 градус болады. Міне бүгін 20 нешесі, сентябрьдің 21-і. Ана бәрі уже гүлдеп, тағы бір қайтара ол беріп жатыр. Альбион неке. Ол долгоиграющийға 3 рет беретін. Міне қанша цветоностар келіп жатыр. Міне әлі қанша гүлдер, мінеки дәу гүлдер мына жерде келіп тұр. Сондай өте көп бәрі беріп жатыр. А енді олар үлгермей қалады. Соны аяп жүрмін, қарап. Мінеки жаңадан беріп жатыр барлық гүлдер. Соны қарап жүрмін. А егер де теплицам болған болса, мыналардың бәрі үлгеретін еді. Енді барынша үлгергенше үлгереді. А көбісі көп гүлдер жаңадан цветоностар келатқан, олар енді салқынға ұрынып қалады. Мына клубникада да міне әлі қанша цветоностар келатыр. Мына жерде де солай. Бұдан да көп цветоностар толып тұрған жерлер бар. Гүлдер мінеки қаптап жатыр. Мына не істеп жатыр, қызарып жатыр. Альбион жақсы сорт, үлкен береді, ірі жеміс. Тек теплица керек екен. Теплица болғанда анадай от жақпайтын, біздің батысқа от жақпайтын теплица да жарайды. Ерте көктемнен қара күзге дейін, себебі отқа көп ақша кетуі мүмкін қыста ұстауға. Мына цветоностар сонда менде ноябрьге дейін берейін деп тұр ғой бәрі. Әлі де шығады, астынан келатыр. Міне астынан тағы да мінеки цветонос келатыр. Гүл. Цветонос деген жаңа гүлдің басы ғой, сол келатыр. Көріп тұрғаныңыздай, біреу, екеу, үшіншісі келатыр. Мынада да солай мінеки. Бәрі гүлдеді. Енді гүлдейтіндер бар, қаптап тұр. Астынан келіп. Соның бәрін ноябрь керек қой, мыналарын октябрь, ноябрь беретін альбион ғой. А мен уже мұрт жіберіп қойдым. Мұрттарды үлгерсін деп, тоқтамастан жеміс алып атқасын. Мен мұрттарын жібермей едім, мен амал жоқ мұрттарын жібердім, күз болды ғой деп. Қаншадан мұрт сұрап жатыр, мене көшет. А мен жібермей отыр едім ғой, теріп атқасын. Міне бізде беріп жатыр ғой. Сол күн салқын, уже түнде 5 градус көрсетіп тұр. Ал бұл клубникалар оған қарап атқан жоқ. Сондықтан бизнес бағытында өсіретіндердің бәрінің теплица ұстайтыны содан ғой. Міне ішінде қызарып жатыр. Мынадай қисық болып қызару неден? Анадай насекомдардан. Насекомдар гүлдерге повреждение жасап бүлдіреді. Сонан солай болып қызарады. Оларды өлтіру керек. Насекомдарды улап гүлдердің алдында. Міне тоже үлкен цветоностар. Мына гүлдерін көрдіңіздер ме? Дәу. Өзі дәу беретін клубника гүлінен белгілі. Гүлі дәу болып тұрады әрі. Гүлі кіттей болса, кішкентай береді. Мына жердің бәрінде неке гүлдер келатыр. Қаптап, соның бәрі береді. Мына жерде беріп татыр, гүл де бар. Мына жауып қағамыз, құстар жеп қояды ғой. Неке. Міне үлкендері де тұр әртүрлі. Үлкендері көбінесе үлкен береді. Арасында болады кішкентайларды. Мінеки қаншама гүл тұр. Мынаны жемес үшін әлі қызармаған ғой, бетін сеткімен жоқ қоямыз. Менің әлгі аяп атырым да ішім ашып қаншама келе жатқан гүлдерді көріп, күннің суып баратқанын көріп, бұл деп енді ертең бұлар жаңағы октябрьда беріп атады ғой, күн түн минус болып кетатса, осындаймен дөңгелегімен жасыл қызармай үсіп кетеді ғой. Соны аяп атырым ғой. Ағымен тұр. Бұларды жауып қоямыз құстардан. Сол мінеки қаншама гүлдер. 3-ші сезоны мен бұны қашан ектім? Фриго көшет қылып алып, майда ектім, 1 майда. Сосын мен бұлардан июль жинадым, август жинадым,
Міне сентябрь жинадым, арасында демалып жатыр. Солай 2 рет гүлдеді. Ең біріншісін сол майдың аяғында гүлдеп, мен оны не істеп тастадым, жұлып тастадым. Сосын екіншісін июльде гүлдеді. Июль, август жинадым. Міне сентябрь 3-ші гүлдеп атқаны. Бірінші гүлдерін жұлып тастау керек, чтоб өзі тамыр алып кету үшін көшет. Әйтпесе, мындай болып бұйра болып басы өселмей қалады. Мына міне жемістер ағарып тұр. Бір күнде уже олар 1-2 күнде қызарады, ағарып тұрғандар. Жасыл болып тұрғандар, мынау да ағарып тұр уже. Жасыл болып тұрғандар шамалы тұрады. Енді осыларды да құстардан сақтау керек. Құстар қоймайды. Олар менен шапшаң, мен уже мұртта жіберіп жатырмын. Мына жерде де қызарып тұр. Демек, жауып тастау керек. Әйтпесе, олар маза бермейді. Сол мыналар жағып тұрғандар міне. Мынаны жауып кету керекпін. Жалпы мен айтқым келгені сол нелерде міне. Гүлдер, нелер қаптап жатыр мінекей. Альбион деген жақсы сорт, мақтауға тұрарлық. Жаңа бірнеше қайтара береді. Тек күтімі де жақсы болу керек. Себебі қайта беру үшін жақсы тыңайтқыштары болу керек. Мен биогумус салып жүрмін ғой. Сосын былай удобрениелерден де бердім. Күн салдым астына. Себебі ол қайта бергесін. Астында дұрыс құнарлы жері болмаса, құнарлы не бермейді. Жақсы не бермейді. Мынау құстарын жегені ғой. Үлкен, мол жеміс беру үшін де күш керек қойған. Тем более қайта беретін болғасын. Мынаның бәрі гүл, жеміс. Сондықтан жаңбырлы күні шіртіп алғаным бар тамырларын. Ода біраз арасында өліп қалғандар бар. Оны да сезон арасында улап тұру керек екен. Гүлдердің алдында улап алу керек екен. Бірінші көктемде, сосын тағысылай гүлдеп атқан аралықтарында улап тастау керек. Міндетті түрде өзінің улары бар. Интернеттен қарасаңызда тұрып, для профилактики деп, жандай шіруге қарсы. Құстар жеп кеткен ол. Шіруге қарсы сын улау керек. Жаңа келетқандарды жабу керек. Көбісі енді қызаратындар. Қызарғандай әлген елер жеп тастайды. Құстар қарап үлгермесек. Мынау қара шірік жаңа тамырының шірігенінен болған. Тамыр шіріп кеткен мыналар. Қазір мен көрсетейін. Тамырлары шіріп кеткен. Тамыр жоқ. Бар бір мен жұлып алдым. Саз жерде міне тамырлар ағарып көгеріп кеткен. Саз жер болмайды клубникаға. Андай қара топырақ, андай ауа жіберетін жаңа борпылдақ топырақ керек, құмарласқан. Сондай топырақ болса, бұлардың тамырлары кеуіп тұрады. Даже мына ақтарды да құстар жеп кетеді ғой, мен шоқып. Тамырлары кеуіп тұрады да, құрғап, анда шірмейді. Ал анадай су ұстап тұратын топырақтар, олар тамырларын шіртіп жібереді. Ондай ұзақ жаңбырлар болған кезде бізде қазір Ақтөбеде почти құрғамай жаңбырлар жауып тұр ғой. Ол саз болғасын құрғамайды. Не көріп тұрсыз ғой, қанша мол жеміс жүріп жатыр. Сондықтан альбионға өкпе жоқ. Міне оны құстар да бір құмырсқалар ма келіп, бәрі тесіп жеп кетіп жатыр. Ананың бәрі, мынаның гүл, бәрі жеміс береді. Теплицада ыстаса, жаңағыдай құстардан да аулақ болады. Ерте көктемнен қара күзге дейін жеміс аласыздар. Мынау да міне бәрі гүл. Осының бәрі бергісі келіп тұр. Үлгере ме жоқ қой, оны білмеймін. Октябрь аяғына дейін жылы болса, біздің Ақтөбе батыс қой, салқын болады көбінесе. Түндері салқын болады, күндіз жылы болған. Үлгерген үлгереді, үлгермеген гүлдер қалады. Солай мен жаңадан кетте гүлдер қаптап шығып жатыр. Осының бәрі беретін ғой. Солғы теплицаны рекламировать етіп атқаным сіздерге. Теплица болған дұрыс. Теплица болғанда туннель болған дұрыс. Жартылай қызарып тұр. Қызарсын деп кейде қойып кетем. Ертеңіне келсем, уже құстар қалдырмайды ғой, мынау желмен ұшып кетсе сырты. Сол құстан да қорғайды ғой әлгі туннельдер.
Туннель болған, қыстан да қорғауға жақсы. Әлі піспегендерді жауып жүргеннен. Қаншама гүл, қаншама жеміс. Осы 1-2 күн қолың тимей қалса, мынау қызарады, құстар қағып кетеді. Туннелің болса жабық, үсті пленкіленген. Құстар кірмейді. Керек емес, насекомдар да кірмейді. Жаңағыдай ерте не істеп, ерте көктемнен қызарады, қара күзге дейін қызарады. Мына жерлерді жауып қойыппын. Жақсы дәу клубникалар келетір. Жақсы, сау болыңыздар.